Баламыз дінге қызықса, намаз оқыса, оған бірден шошына қараудың қажеті жоқ. Ал бірақ бойында мынандай бір қасиеттер болатын болса, оны ескеріңіз. Сөзіндегі ерекшеліктер болады. Мәселен, бізде Алла разы болсын, рахмет, қазақша қолданамыз. Деструктивті діни ағым жетегінде жүрген азаматтар оның арабша терминінде альхамдулилля, машалла, иншалла, ер азаматтарды ахи, қыз балдарды оқытиш, азан шақырып қойған құжаттағы есімдерін топтарға кірген кезде өзгертеді. Мәселен, Халид, Хамза, Салахаддин, Абу Бакр, Омар, Осман, Али, жаңағы қыз балдарымыз Айша, Малика, Умму Гүлсум, Фатима деген секілді діни аттарды таңуға тырысып, экстремистік әрекет жасап қойған жағдайда бірін-бірін сатып бере алмайды. Қазақтың дәстүрлі аспап музыкалары, күй, отандық патриоттық музыкалар, ата-анаға, бауырға, дінге қатысты музыкалардың барлығын харам деп есептейді. Арабтың дәстүріндегі изар, шалбардың балағын қысқартуға тырысады. Әйел азаматшалар қара паранжа, шаршап, жаңа абая, ниқаб киюге әрекет жасауға, намаз оқығанда да бізден ерекшеленіп жатады. Бізде мәселен құлақты қағып жатса, бұл азаматтар жаңағы кеуде тұстарында әйел мен ер азаматтың намазын бөлмеуге, әрбір ракағатта рафиланы жасауға, әмин дұғасын сырттай айтуға, мешіттерде парыздарды оқып, сүннетті оқымай шығып кетуге, мынау Рамазан айында оқылған тарауих намаздарының өзін тек 8 ракағат оқуға, тәсбихті пайдаланбауға әрекет жасап жатады. Өздерінің ғана ұстаздардың айтқан уағыздарын тыңдауға шақырады. Қоғамның кемшілік іздеп тұрады. Ананы дінсіз, мынаны кәпір, мынаны жаңағыдай шайтан деген секілді теңеулермен шақырып тұрады. Компьютеріне код қойып қояды. Ата-ана одан бейхабар болып, тек темір тордың артынан баласы шыққаннан кейін ғана өкініштен баспалдақтарын шайнап жатады. Осының барлығы біздің қоғамдағы қалыптасқан деструктивті діни ағым ұстанушыларының негізгі ерекшеліктері.